Менингит ми мен жұлынның жұмсақ қабықтарының қабынуы. Пішіні бұршақ тәріздес қосарланып орналасады. Қоздырғышы грамм теріс диплокок, менингокок. Менингиттің қоздырғышы тыныс алу, жөтелу кезінде ауа арқылы таралады. Қоздырғышы грамм теріс кофе дәні тәріздес диплокок. Химиялық, физикалық факторларға сезімтал. Бөлме температурасында бірнеше сағатта, ал хлорамин ерітіндісінде 2-3 минут ішінде жойылады. Осылайша кеңсірікке түскен менингокок жұлынға, қан айналым жүйесіне еніп кетеді. Осы науқасқа шалдыққан адам менингитті таратудың бірден-бір көзі болып табылады. Орталық жүйке жүйесінің жұқпалы ауруларының ішіндегі аса қауіпсі осы менингит. Бүкіл дүние жүзінде осы науқасқа душар болғандардың 20% қайтыс болады. Тұрғындардың тыныс алуының, тазалық сақтамауының, тұмау және басқа да кеселдер, ауру тарататын ошақтардың болуы сияқты факторлар осы аурудың тууына себепші болады. Ауру қоздыратын микроағзалардың түрлерінде аурудың дамуына қарай бактериялы, вирусты, мерезді деп ажыратылады. Аурудың даму сипатына қарай жедел және созылмалы. Ауру жұқтырғаннан кейін 2-10 күн аралығында инкубациялық кезең басталады. Менингитті тұрақты және негізгі белгісі бас ауыру, лоқсып құсу, аузы құрғауы, дене қызуының көтерілуі.